Құрметті көрермен, тыңдаушылар, қауіпсіз қоғам бағдарламасына қош келдіңіздер. Қауіпсіз қоғам бағдарламасы бұл қоғамда қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ағартушылық подкаст. Бүгінгі бағдарлама сіздермен болып отырған біздің ең алғашқы бағдарламамыз болып табылады. Енді алғашқы бағдарлама болғаннан кейін мен осы бағдарламаның мақсатымен таныстыра кетейін. Мақсаты азаматтардың құқықтық және әлеуметтік қауіпсіздік деңгейін арттыру, әртүрлі өмірлік жағдайларда өзін қалай ұстау керектігі туралы түсінікті, қолданбалы және шынайы ақпарат беру. Сарапшылар өздерінің тәжірибелерімен, ой-пікірлерімен бөліседі, ортаға салады. Сонымен қатар бұл жерде біз практикалық құралдарды өздеріңізбен бөліскен көрермендерге тартатын боламыз. Бұл алғашқы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау органдары академиясы және Астана қаласы әкімдігі дін істері жөніндегі басқармасы діндерді зерттеу орталығымен бірлескен алғашқы жоба. Осы орталықтың басшылығына ынтымақтастығымыз үшін үлкен алғысымды білдіргім келеді. Біз енді бүгінгі бағдарламаның негізіне тоқталмас бұрын ең алдымен біз студияның қонақтарымен таныстыра кетейін. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау органдары академиясының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры, заң ғылымдарының кандидаты Сәуле Мамырбекқызы Сапаралиева. Осы академияның арнайы заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы, философия докторы Айгерім Ырысбайқызы Шегебаева. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің заң факультетінің конституциялық және азаматтық құқық пәндері кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор Жамаладин Ибрагимұлы Ибрагимов. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі бағдарламада біз жалпы қоғамда қауіптіліктің алдын алудың бір жолы ол құқықтық сауаттылық, заң мен тәртіп аясында сіздермен ой бөліссек, сөз қозғасақ. Президент әділетті Қазақстан заң мен тәртіп үстемдік құратын ел деді. Барлық азаматтардың заң алдындағы теңдігінің конституциялық қағидаты сақталмаған жерде әділетті мемлекет құру мүмкін емес деген. Ұлы ойшыл Аристотель әлемді заң билеу керек деген. Ендеше заң болған жерде әділдік, адалдық, тәртіп болады деген сөз емес пе? Енді бірінші сіздерге қоятын сұрағым, қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілету жөніндегі 2025-30 жылдарға арналған тұжырымдама бекіген сіздер білесіздер. Биыл 1 сәуірде бұл тұжырымдаманың бекігеніне 1 жыл толады. Қазір 10 ай толып отырған көрінеді. Тұжырымдама бекігеннен кейін заң мен тәртіп басты ұранға айналды. Енді бұл ұранға заң үстемдігі ұғымынан қандай ерекшелігі бар бұрынғы? Осы тақырып төңірегінде, сұрақ төңірегінде біраз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Жамаладин Ибрагимұлы, өзіңізден бастасақ. Жақсы, негізі заң мен тәртіп деген ұраннан гөрі идеология деген дұрыс болатын шығар. Өйткені ұран деген жай бір қарапайым азаматтың ұстанатын бір шеруге бір етіп баратын, артып баратын нәрселер ғой. Идеология деген мемлекеттің ұстанымы. Неге заң мен тәртіп деген идеологиясын отыр? Өйткені бүгінгі 21 ғасырда цифрлық технология дамыған, жасанды интеллект дәуіріндегі ең басты ұстаным ол заң мен тәртіп болу керек. Неге? Өйткені Конституцияның 14-ші бабындағы заң мен сот алдында тепе-тең принципі әр азаматтың құқықтық санасында болу керек. Сондықтан да бұл идеология бүгін мемлекет басшысы тарапынан ұсынылғаннан кейін оны барлық азаматтар осы деңгейде қабылдады деп ойлаймыз. Ал енді заң үстемдігінің бұның айырмашылығы, заң үстемдігі деген ол жаңағы заңмен жұмыс істейтін барлық мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары, лауазымды тұлғалардың заңға сәйкес әрекет етуі. Яғни заңды бұлжытпай орындауы.
кейде айтып жатамыз ғой, сот шешімі шығарған кезде кейбір тараптар, мысалы бұл соттың үкіміне келіспейтін болса, сот өзінің кәсіби пікірін білдірген кезде айтып жатады, бұл заңның көлемінде шығарылған шешім. Осы орайда енді соттың сатылары бар, кешегі кассациялық соттың да құрылу мақсаты осындай да болған. Сондықтан да заң мен тәртіп ұғымы заң үстемдігі ұғымынан кең. Яғни бұл үлкен бұл идеология, мемлекеттің ұстанатын үлкен бір басымдығы деп айтуымыз болады. Ал заң үстемдігі сол заң мен идеологияны жүзеге асыратын үлкен бір принциптердің, қағидаттардың жиынтығы деп айта аламыз. Рахмет. Қосатындарыңыз, қосып кетерлеріңіз бар болса? Я, мен келсем біздің бүгінгі қонағымызбен. Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендер. Жалпы менің ойымша, осы бүгіндегі заң мен тәртіптің қағидаты және заң үстемдігі деп айтып жатырмыз. Қысқаша айтқан кезде заң үстемдігі ол жалпы теориялық негіз болса, заң мен тәртіп ол сол заң үстемдігін белгілеген теориялық мағынаны практикалық жүзінде ары қарай іске асыру деп тұға болады. Жалпы бүгінгі таңда енді заң үстемдігі ол барлық азаматтар заңға байланысты өзінің құқықтары бар, міндеттері бар. Ал заң мен тәртіп осы құқықтары мен міндеттерін тек қана орындау ғана емес, сонымен қатар соның өздері сақтау кезіндегі моральдық бір принциптер мен өзінің тәрбиедегі принциптерін қағидатқа алып, осы заң мен тәртіптің бүгіндегі өзінің іс-әрекеттеріне қарай болжауға деп айтуға болады деп есептеймін, өзімнің ойым. Рахмет. Енді бұл сұрақ жалпы енді кең сұрақ қой. Біздің қалған сұрақтарымызда жалғасын табатын болады. Енді осы төңіректе мен бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы осы қоғамда заң және тәртіп идеологиясын ілгерілету жөніндегі тұжырымдамада құқық негіздері пәнін кеңейту, болмаса жаңағыда сол пәнді жетілдіру көзделген. Осы төңіректе оқу ағарту министрлігі мен Қазақстан Республикасы Бас прокурор жанында құқық қорғау органдары академиясымен бірлесіп заң мен тәртіп курсын енгізу туралы жоба жасалып жатыр. Сол жобада өздеріңіз барсыздар. Сол жоба бойынша біраз жұмыстар атқарып жатсыздар. Енді бұл жерде қандай бір ерекшеліктері бар? Заң мен тәртіп оқу курсының құқық негіздері пәнінен, әлде бұл пән екеуі бір пән бе, болмаса жаңа пән төңірегінде шыға ма? Дұрыс айтасыз, Бүркіт Ғалымұлы. Бүгінгі таңда жалпы осы концепцияның орындауға байланысты жоспарында белгіленген құқық негіздері пәнінің арқасында белгілі бір сыныптарда заң мен тәртіп деген жаңа пән енгізу туралы біздің академиямыздың профессорлық оқытушы құрамы Әйгерім бастаған, мен өзім және бізде 1-2 профессорлық оқытушымыз бар. Сол жұмыс тобына кіреміз. Сол жұмыс тобында жалпы бұл жерде құқық негіздері пәнін алмастыру емес. Яғни бірінші 4 классқа дейін ол өзінің құқықтық негіздерінен басқа өзінің бүгінгі таңдағы пәндері бар. Бұл жерде өткенде ғана біз жұмыс отырысы болды. 8 және 7 сыныптың оқытушы білім алушыларына жаңа пән ретінде енгізілейін деп отыр. Құқық негіздері енді жалпы 9 класс, 10 11 класстарда берілетін сабақтар ғой. Енді бүгінгі таңда бұның негізгі ерекшелігі бұл пәннің бағана мен өзімнің осы бағдарлама басында айтып кеткендей практикалық жүзінде заң мен тәртіпті осы біздің жас буынымызға қалай сақтау керек екен. Яғни қорқынышты заңдар емес, бүгінгі таңдағы енді құқық негіздерінде қандай азаматтардың құқығы бар, қандай құқық саласы бар деген негіздерді оқытатын болса, ал заң мен тәртіп
деген пәнімізде осы заңдардан қорықпай, осы бүгінгі таңдағы тәртіпті сақтау, сол заңды құрметтеуге байланысты осы біздің жас буынымызда сонда тәрбиелік нысандарды белгілеуге арналған пән деп айтуға болады. Яғни бұл жерде мысалға құқық негіздері пәнінде егер құқықтың саласын, қандай құқықтардың бар екенін айтып түсіндіретін болса, осы біздің 9-шы, 10-шы, 11-ші класстағы оқушыларымызға, ал осы 7-ші, 8-ші класстағы білім алушыларымызға бұл жерде, бұл пәнде практикалық жүзінде, яғни кейстік есептер арқылы күнделікті қолданып жатқан заңдарды қалай құрметтеу керек, қалай сақтау керек арқылы, сол арқылы жас буынды тәрбиелеуге арналған пән болып есептелінеді. Бұл пән енді қашан енгізілуі мүмкін? Жалпы жоспар бойынша қазіргі енді біздің негізгі жұмысымыз осы пәнге байланысты ішіндегі мазмұнын орнату. Жоспар бойынша ендігі жылы қыркүйек басынан деп жоспарлап отыр білім ағарту министрлігі, оқу ағарту министрлігі. Енді ол бізге байланысты емес, жалпы ол енді типтік бағдарламаны біз әзірлеп жатырмыз. Қазіргі таңда біздің жұмыс тобымыз сол оқу бағдарламасының ішінде неден тұрады, қандай тақырыптардан тұрады, соны біз қарастырып жатырмыз. Ал арғылай, әрине біз енді заңгер болғанымен де, біз енді психолог мамандар емес біз ғой. Бұл жұмыс тобында тек қана біз емес, арнайы педагогтар бар, психологтар бар. Осы жас буынның, осы біздің жасалған, ұсынылып жатқан кейс есептерімізді оларға бейімдеуге бағытталған. Енді жұмысымыз енді басталып жатыр. Жалпы біз өткен жылы осы құқық негіздері пәнінің арқасында әлеуметтік пәндер бойынша ұсыныстар бергенбіз. Ал енді қазіргі таңда осы заң мен тәртіп деген арнайы курсқа бет алып отырмыз жұмысымыз. Практика қызметкерлерін тартып өткізу ол да жоспарда бар шығар. Иә, дұрыс айтасыз. Бүгінгі таңда бізде Алматы облысында үлкен жоба өтті. Яғни құқық қорғау органдарының қызметкерлері, қазіргі зейнетте жүрген құқық қорғау органдарының қызметкерлері мектепке барып, сабақ беріп, осы жас буындарға заң мен тәртіп сақтаудың қағидаларын негізін үйрету туралы бір қатар жұмыстар атқарды. Соның арқасында бүгінгі таңда оқу ағарту министрлігімен стандарттарға енгізіліп жатыр өзгерістер. Болашақта осы зейнетке шыққан құқық қорғау органдарының қызметкерлері мектепке барып, осы пәндер бойынша сабақ беруге. Яғни сондай квалификациялық талаптарға байланысты сондай ұсыныстар енгізіліп жатыр министрлікпен. Үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Енді Алла қаласа, мен ойлаймын, осыған байланысты болашақта осы мектептерде жас буынды тәрбиелеуге көп үлес қосамыз. Аталған заң және тәртіп пәні ол енді артық ете қоймас. Азаматтарымыздың, әсіресе жасөспірімдердің құқықтық сауаттылығын арттыруда. Өйткені қазір күнделікті теледидардан қарасақ, қылмыстық құқық бұзушылықтар өте көп. Бұның барлығы енді менің ойымша құқықтық сауаттылықтың төмендігінен, екіншіден қандас бабамыз Әл-Фараби айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді, тәрбиенің жоқтығынан деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Енді осы тұрғыда менде бір мынадай сұрақ бар. Жалпы заңдылық норма болған елдерде бәрі жазалаудан емес, ол құндылықтардан басталады. Адамдар ережелерді қорыққаннан емес, жүйені құрметтегендіктен сақтау керек. Бекіген тұжырымдама осындай жүйені қалыптастыруға шақырады ғой. Демек, бұл жай құжат емес, қоғамдық философияны өзгерту сияқты. Енді менің түсінігімде біз енді ертеде 10 жылдық оқуды бітіргеннен кейін қалаға келдік. Бірақ сол қалаға келгенде біз заңды білген жоқпыз. Бізді үй ішіміз тәрбиелеп жіберді. Қалаға барасың, тәртіп бұзбайсың, тәртіп бұзба деп жіберді. Бірақ біз тәртіп бұзған жоқпыз, заңды білген жоқпыз. Бірақ бүгінгі күнге дейін енді тәртіп бұзбай, ата-анамыздың берген тәрбиесінің арқасында өмір сүріп келе жатырмыз.
сонда енді бұл жерде сұрақ, жалпы құқықтық сауаттылық ол тәртіп бұзбаудың кепілі ме, әлде құқықтық сауатты бола тұра тәртіп бұза беретіндер бола ма? Осы сұрақ төңірегінде қандай ой айтуға болады, Жамаладин? Иә, негізі құқықтық сана мен құқықтық мәдениет қой екі үлкен құндылық ұстап тұрған. Жаңа дұрыс айтып жатыр. Негізі құқықтық сана дегеннің өзі қарапайым анықтамасы ол құқықты білу, тану, түйсіну, құрметтеу, сыйлау. Мен соңғы бір баяндамамда айттым, сүю деп айттым, өткен конституция күнінде. Сонда айтып жатыр, маған қатысқан жаңағы 40-қа жуық спикер болды. Бүкіл 40 спикердің қорытындысын сіз айттыңыз ғой деп. Сүю деген сөзіңіз өте бір түйін тапты дейді. Мен айтамын, неге сүймеске? Өйткені қарапайым азамат заңды құрметтеп, түйсініп, оны сүймейтін болса, оны орындамайды. Жаңа сіздің ойыңыздың несін жалғастырайын. Негізі біздің этносымызда, қазақ этносында заңды сыйлау дәстүрі деген болған, ол қалыптасқан. Ол бірінші неден беріледі? Қазір енді мынау жасанды интеллект дамыған заманда біз қазір ештеңе таң қалмаймыз. Егер де адамды, азаматты жасанды интеллект ауыстырып тастайды деп жатса, біз бәріне дайын болуымыз керек. Мен айтқым келіп отқан себебі, ол жаңағы құқықты заңды сыйлау дәстүрі қазақтың қанында қалай болады? Ол ананың сүтімен беріледі біріншіден. Бірақ мысал, Абай жолындағы Абайды анасы дәрет алмай емізбеген деген сөз. Біз оны әдеби сөз дейміз де отыра береміз, киноға керек нәрсе ғой. Бірақ ол дала заңы ғой. Керемет нәрсе ғой. Таза. Біріншіден, бірінші қадам. Екінші қадам бесік жыры. Қазір енді жиын жейміз, өзіміздің де жиендеріміз бар, сестра, біздің қыздар. Бесіктің керегіне көке дейді маған. Енді жастарға ештеңе айта алмайсың, бірақ бесік жырымен құйдырып отыр ғой. Енді тағы да бір пікір бар ғой, бұл менің пікірім емес, медицина ғылымдарының пікірлері. Анау аяғы ауыр келіншек Бетховен тыңдау керек, Шопен тыңдау керек дейді. Құрсақта, егер ол құрсақта классикалық музыканы түсініп тұрса, бесікте неге түсінбеске? Бесікте ол түсініп жатыр. Батыр болатындығын, қыз бала болса, елдің көркі болатындығын оған құйып жатыр. 13-те отау иесі дейді, атқа қонады. Бұл пікірді айтқанда да біздің кейбір азаматтарын түсінбейді. Бірден жымайып, жаңағы некеге тұрады, жастан үйлендіреді, ондай мағына емес. Оның контексті үлкен. 13-те отау иесі деген қазақ баласын ел басқаруға дайындап жатыр. Сен 13-те мына елдің басшысың, сен мына елдің қорғанысың, сен ана баланы есейтіп жатыр. Ғылымда оның терминдері көп. Міне, осыны бойына сіңірген азамат түзу тұр балам дейді. Далаға жіберерде кішкентай баласына қазақ айтады. Түзу тұр дейді. Ала жіп таттама дейді. Сосын мен қазір жастарға көп айтып жүрмін. Илон Маск әлемде медицина ғалымдарымен бірігіп адамның басын ашып чиптер салып жатса деймін да. Мен айтам, біздің қазақ ата бабаларымыз басты ашпай-ақ чип салған деймін. Олар бәрі сұрайды, неге дейді. Мен айтам, 3 керемет чип бар қазақта. Ұят болады, жаман болады, обал болады. 3 чипті жағынан салып жүреді, бітті. Қазақ тырп етпейді. Қол көтерейін десе, жаман болады. Иә. Бірдеңесін алып қойды десе, обал болады. Ол сенен кішкентай ғой дейді. Әлсіз ғой дейді. Тағы да бір әрекет істейінше жаман болады дейді. Бітті. 3 чип істеп тұр маңдайда. Сондықтан қазақ заңды бұзуға болмайды. Сондықтан да құқықтық сана деген, құқықтық сауаттылық деген ол адамдардың құқықтық құрметтеуі. Біз бұған барлығымыз ерінбей, талмай кірісуіміз керек. Мемлекеттіліктің дамуында біз талай тұжырымдаманы көріп отырмыз ғой. Бұл тұжырымдамалардың басты мақсаты жай ғана президенттің жарлығымен бекіп, нөмірін қойып қойып, реестрін қойып қоятын нәрсе емес. Ол барлық 6 жасар баладан 60-тағы қарияға дейін бірігу керек. Ерінбеуіміз керек, ерінбей айтуымыз керек. Заңды, құқықты құрметтегенде ғана қазаққа береке келеді. Өйткені құқықтық санасы, мәдениеті жоғары елдер ғана бақуатты. Мен оны кеше өзім көзіммен көріп келдім. Скандинавия елдерінде. Мысалы, Финляндия елінің қылмыстық кодексінде
сыбайлас жемқорлық деген термин жоқ. Мен сұрадым олардан, неге жоқ деп. Сонда олар айтады, бізде ондай әрекет жоқ дейді. Неге оны біз оны кодексті кіргізіп үлкейте береміз дейді. Санада жоқ бізде ондай дейді. Міне, құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттің биіктігі қоғамдағы құқықтарды ұстап тұрады. Ол үшін ату жазасын қайтарып керек жоқ. Мен кейбір азаматтарымыз түсіндім. Өте ауыр қылмыс жасаған кезде ату жазасын неге қайтармаймыз деп айтып жатады, қоғамда пікір болып жатады. Міндетті емес. Егер де құқықтық санасы мен құқықтық мәдениеті жоғары болса, тәртіп сақталады, тұрақтылық сақталады, берекелі сақталады. Адам бір-бірінің жеке шекарасына өтпейді. Иммануэль Канттың сөзі бар ғой. Менің мұрнымның ұшы аяқталған жерден бастап келесі адамның құқығы басталады дейді. Бітті. Точкасы қойылды. Сондықтан да ең басты қасиет, ең басты құрмет ол адамды құрметтей білу. Мен жаңа ғана бір дәрісте болдым, жастармен айтамын, бұрыл да кетіп қал, жымый да кетіп қал, обязательно соны соққы беру керек па деймін да, бұрыл да кетіп қал, естерінде болсын деймін. Жаза деген ол жазасыз қалатын адам болмайды деп. Ана жолға Беларусьтен алып келген экстрадицияны келтіріп жатырмын, Турциядан әкелген айтамын, жігіттер 20 жыл болған адам, ол ойлады ғой дедім. Камера жоқ, мен қара киінгем, бетім жауып алғам, мен кеттім Минскіге. 20 жылдан кейін ұсталды, жазасын алды деймін. Естерінде болсын, жігіттер, кез келген әрекеттің жазасы болады деп. Сондықтан да адам осындай құқықтық санада болу керек. Мен құқықты бұзбаймын. Мен құқықты құрметтеймін. Қарапайым тілмен айтқанда мен тыныш жүріп тыныш тұрамын деп ойлаймын сол кезде. Ешкімнің ала жібін аттамайды. Президентіміз айтады ғой, қоғамда азаматтарымыздың қоғамдық санасы өзгермей, қазіргі заң мен тәртіп шеңберінде жүргізіп жатқаншама жұмыстар жүргізіп жатырмыз ғой, соның барлығы бейбекеті дейді. Яғни адамның санасы, ниеті өзгеру керек деген президент айтты. Сондықтан да біздің бұл жерде өзіңіз айтып отырғандай, расында да қоғамдық сана өзгермей, ниет өзгермей, бізде біраз жасап жатқан жұмыстарымыз нәтиже бермеуі әбден мүмкін ғой. Енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, жалпы құндылықтарды, енді осы құндылықтарды жалпы қалай енді қалыптастыруға болады біздің қоғамда жалпы. Енді өзіңіз білесіз, осы өткен жылы Республика партиясының бір жиынында мен Конституция күніне байланысты жиынға қатыстым. Өзіңіз болдыңыз. Мен сол кезде баяндама жасадым. Сол кезде мен мынадай бір ұсыныс айттым. Конституция күні бізде 30 тамыз ғой. Осы 30 тамызды басқа күнгіге өзгерту туралы. Енді өзіңіз осы кафедрада жұмыс жасайсыз ғой, өзіңіз бір құқықтық бағасын берерсіз, мүмкін менікі қате болар, дұрыс болар, мен білмеймін. Бірақ екінші рет айтайын. Неге? Себебі жалпы мен ойлаймын, мынау конституциялық тәрбие деген ұғым бар. Конституциялық тәрбие біздің жастардың санасына сіңіріліп жатыр ма? Конституция ол ең алдымен ол тек қана заң ғана, не болмаса ата заң ғана емес, ол идеология. Ешбір мемлекет өзінің конституциясын идеология деп атамайды. Бірақ негізі ол мемлекеттік идеология, идеологияның идеологиясы. Әрбір конституцияның бабының астында мемлекеттің идеологиясы жатыр. Солай ғой. Енді бізде қарап отырсаңыздар 30 тамызға дейін жалпы конституция күні оны дәріптеу тыңдаушылардың, студенттердің қатысуынсыз өтеді. Оны мойындау керек. Мектептерде де солай. Бізде 1 сентябрь сабақ басталады. Ары қарап конституция күні еске түсірілген жоқ. Ол тек қана жалпы теледидардан көреміз, не болмаса әртүрлі дөңгелек үстелдер, конференциялар болып жатады, бірақ жастардың қатысуынсыз. Сондан маған ой түйдім, бұл жерде конституциялық тәрбие жалпы жастардың қатысуынсыз өтіп жатқан сияқты. Мен осы бағытты мен түсіне алмай тұрмын. Бұл бағытта енді өзіңдеріңіз қандай ойларыңыз бар? Мүмкін менікі қате болар, мен білмеймін. Өз маман ретінде. Мен айтып кетейін. Негізі екі үлкен бүгін идея айттыңыз. Квинтэссенция дейді ғой. Осы кездесуіміздің. Мен құқық қорғау академиясының бастамаларын өте қолдаймын. Жаңағы құқық негіздері пәннің аясындағы заң мен тәртіп пәнін енгізу деген ол керемет идея ғой. Мен өте қызығып отырмын, бір жағынан қызығып қарап отырмын. Ол бір идея. Екінші идея жаңа сіздің пікіріңіз. Негізі қазақта сөз бар, сын түзелме, мін түзелмейді дейді. Негізі біз сынды көтеріп үйренуіміз керекпіз. Мен кейде енді бар ғой азаматтар, құзыретті бар,
қолында күші де бар, жасыратын жоқ, ауқат та бар. Мен сол жігіттерге айтамын да, ей жігіттер, сіздер пайғамбар емессіңдер ғой деймін да. Жарайды, осы кезеңде мүмкін атқа қонып тұрған шығарсыңдар, дүрлеп тұрған шығарсыңдар, бірақ естеріңде болсын, мемлекет болғасын, біз барлық мемлекеттің заңына бағынамыз, тәртібіне бағынамыз. Сіз өз ортаңызда шығарсыз, бірақ бұндай жаңағы артық әрекеттер. Сондықтан да арасында да бұл өте керемет идея. Негізі біз бұл істің барлығын өсіп келе жатқан ұрпаққа беріп жатырмыз ғой, иә, біріншіден. Екіншіден, мен өз дәрістерімді айтамын. Кейде мен қонақ шақырамын, жаңа кеше генерал кісіні шақырғанда айтып жатырмын. Міне, болашақ прокурорлар, болашақ судьялар, болашақ әкімдер, министрлер, менеджерлер, сосын маған бір кісі сыбырлайды. Жамал Жібергенович, сіз неге өйтіп айтып жатырсыз? Мүмкін жай қарапайым заңгер болатын шығар, маман болатын шығар. Болсын деймін де, мен бірақ оларға жоғары планка қоямын деймін де. Сондықтан да жастардың миына сіңіру, расында да конституция күні дейміз, жасыратын жоқ. Шетелден келемде келе алатын конституциялық кеңестерінің, соттарының төрағаларын шақырып аламыз. Жан жақтағы әріптес ғалымдарымыз шақырып аламыз, күшті қылып өтіп, сосын соңғы күні бәріміз барып бурабайға барып шай ішіп қайтамыз. Ал бұл айтылып жатқан идеяның бәрі, сіз бір қалып өте жақсы айтып отырсыз. Жаңағы пікіріңізді айтып жатырмын да. Жастардың санасына қосылатын болса, сіңетін болса, бұл білім одан сайын кеңейетін еді. Жастар бұны түйсіне алатын еді. Негізі осы бағыттағы жұмыстарды жүргізу. Сосын мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деп аламыз да сөйтеміз ғой. Барамыз да кілең 200 адам жиналған, 1000 адам жиналған колледждің балаларына, бірінші курс студенттеріне, екінші курс студенттеріне жүргізіп кетеміз. Күшті болып еще қанағаттанып кетемін. Мен айтамын, мына балаларыңыз ешқандай субъектіге де ештеңе жатпайды, олардың жартысы түсінген жоқ деймін да сіздердің айтып кеткендеріңізге. Енді жігіттер келеді, агенттіктен, қаржы мониторингі бар, кеше ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрамындағы қызметтің жігіттер келеді, өткізейік деп. Мен айтамын, жігіттер балалар ғой, жас балалар деп. Негізі сол тәуекелі бар органдарға барып өткізейік. Сонда ол жетімді болады деп. Мына жерде құқықтық сана мен құқықтық мәдениетке қатысты нәрсені расында да жастардың арасында өткізу керек, иә? Ойлаймын, енді Қазақстан тарихы пәні бар ғой, аса құрметті пән, міндетті пән. Осы өздеріңіз ұсынып отырған заң мен тәртіп пәні Қазақстан тарихы сияқты аса құрметті, міндетті пән болу керек деп ойлаймын. Оның үстіне құқық негіздері пәннен ерекшелігі оның тәрбиелігінде, заңға деген құрметтілігінде. Жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, заңды құрметтемей, және оған деген түсінік сана қалыптаспай, барлығы бейбекер болуы әбден мүмкін. Жақсы, рахмет. Енді бұл сұрақ төңірегінде, жалпы тақырып төңірегінде мына сұрақты қойғым келіп отыр. Бұл бізде заң шығаруда асығыстық бар ғой, негізі. Осы бізде заңдар өте жиі өзгереді. Бұл құқықтық жүйенің жалпы икемділігі ме, әлде заң шығарушылардың жалпы стратегиялық жоспарының жоқтығы ма? Осындай тұрақсыз заң құқықтық сауаттылыққа кері әсер етпей ме? Қайта-қайта өзгеріп жатқан заңдар. Рысбайқызы, өзіңіз. Мен айта кетейін өзім ойымды, заң шығару процесіндегі асығыстық деп. Кейбір жағдайларда енді құқықтық заң жүйеде бізде заңдар жиі өзгеріске түсіп жатады, жиі өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп жатады біздің нормативтік құқықтық актілерге. Бірақ енді ол заңдардың жиі өзгеруінің себебі мына қоғамда болып жатқан өзгерістерге қарай, қоғамда болып жатқан қандай да бір қажеттіліктерге қарай өзгереді деп ойлаймын өзім. Негізі сол себептен өзгереді ғой заң, сол себептен бізде жиі бір өзгерістер мен толықтырулар болып жатады заңда. Енді кейбір жағдайларда мүмкін заң шығарудың ұзақ мерзімді стратегиясының дұрыс жұмыс істемеу салдарынан болуы мүмкін, қандай да бір жағдайларда бір асығыстықтың салдарынан болуы мүмкін. Бірақ та ең бастысы бұл жерде тұрақсыз заңдар, шығарылған тұрақсыз заңдар болатын болса, онда олар азаматтардың жаңа біз айтып жатырмыз ғой, өзіміз құқықтық сауаттылықты көтеру керекпіз, балалардың құқықтық сауаттылығын жаңа студенттер болсын, мектеп оқушылары болсын, тіпті қарапайым халық
болсын, жұмыскер болсын, олардың барлығының құқықтық сауаттылығын біз жоғары деңгейге көтеру, ол мынау тұжырымдаманың басты мақсаты болып отыр ғой. Сондықтан тұрақсыз заңдар бұл азаматтардың осы құқықтық сауаттылығына бір кедергі келтіреді, менің ойымша. Сондықтан да ережелерді толық түсінбеген қоғам, мысалы азаматтар, олар заңға деген қандай да бір сенімділіктен сенімсіз болады да, заңға сенбейді. Ол не себептен болады? Көбінесе заңдар қаншалықты жиі жаңартылып отырса да, бұл жерде басты мақсат осы заңның кез келген адамға, кез келген азаматқа ол түсінікті болу керек, ол заң қарапайым тілде жазылу керек. Оны тек қана заңгерлер ғана түсініп қана қоймау керек. Оны кез келген мектеп оқушысынан бастап үлкен заңгерлерге дейін, судьяларға дейін, жоғары лауазымдағы тұлғаларға дейін барлығы түсіне білу керек. Дұрыс. Сосын оны түсінгеннен кейін міндетті түрде ол дұрыс қолданыла білу керек. Ең басты мақсатымыз бізде осы. Яғни заң мен тәртіп идеологиясының мәні бұндағы заңдарды тек қана өзгертіп отыру ғана емес, қоғамда осы заңдарға деген тұрақты түсінікті қалыптастыру біздің басты міндетіміз деп ойлаймын. Яғни азаматтар оны өздерінің іс-әрекеттерінде осы заңдарды қолданған кезде дұрыс қолдана білу керек. Қандай да бір құқықтық бұзушылықтарға жол бермеу керек. Сонда ғана біздің заңдарымыз жұмыс істейді деп ойлаймын. Енді қоғамдағы өзгерістер, енді осы заңдардың өзгеруіне қарай қоғамдағы өзгерістерге икемделеміз ғой өзімізде. Сондықтан кез келген адам заңды оқыған кезде, қандай да бір заңды, ол біздің ата заңымыздан бастап кейбір кезде болып жатады, тіпті азаматтарымыз біздің өзіміздің ата заңымызды да түсінбей жатады. Ішіндегі сіз айтып жатсыз ғой, әр нормасында бізде идеология бар мемлекеттің. Сол идеологияны дұрыс түсіндіре білу үшін біздің заңдарымыз өте түсінікті жазылу керек, өте қарапайым тілде жазылу керек, және қолданылуға жеңіл болу керек деп ойлаймын өзім, менің пікірім. Бір жағынан енді қазіргі жаһандану заманында қажеттілік қой. Жиі өзгеруді енді бір жағынан заңдылық деп айтуға болады. Екінші жағынан алған кезде әрине азаматтарымыздың енді заңның жиі өзгерісі әрине бір түсінбестікке, сауатсыздыққа да келу ол әбден мүмкін. Мен ойлаймын, енді осындай подкасттарда, бағдарламаларда заң өзгере ме? Сол заң өзгерген заңдарды халыққа қарапайым тілмен шұғыл түрде түсіндіріп өтіп отыру қажет деп ойлаймын. Мен біраз материалдарды қарап саралап шықтым, өзгерген қанша заңдарға түсіндірме жұмыстар жүргізілді ме, жүргізілген жоқ па. Тәжірибеде бұл шамалы. Сондықтан да шетелдерде мысалы заң өзгере ме, оны мектеп қабырғасына балалардан бастап қарияға дейін түсіндіру жұмыстары өте қарқын жүреді екен. Біздің елімізде де заңгерлеріміз, мамандарымыз өзгерген заңды бірден түсіндіріп отырса, ол да бір құба болар еді. Дұрыс айтасыз. Луи Бонапарттың сөзі бар екен, енді әзілде керек шығар шамалы. Бүйтіп айтады екен Бонапарт: заң деген қысқа болу керек, ешкімге түсініксіз болу керек. Енді әлемде Бонапарт гражданский азаматтық кодексімен қалды ғой. Шарль Монтескьенің заңдар оқу деген еңбегі бар. Духе законов. 788 бет. Мен кеше Еуропада ғылыми тағылымдамада болған ерінбей соны оқыдым. Сонда Монтескье айтады, керемет. Бүйтіп айтады Монтескье: негізі заң шығарушылар депутаттар айнап тұр ғой, заң шығарушылар дейді, заң техникасын 18 ғасырда айтып тұр. Заң шығарушылар заңды қабылдар кезде дейді, мына нәрсенің бәрін ескерту керек дейді. Жаңа сіздің қарапайым түсіндіру керек дегенді айтып отыр. Сол қабылданатын заң елдің географиялық жағдайы, климаттық жағдайы, топырағы, өсімдігі, адамдардың мінез құлқы, болмысы ескерілу керек дейді. Әрине. Осы критериялардың бәрі ескерілмесе заң жұмыс істемейді дейді. Бұл бір идея. Екіншіде, енді бізді қазір азаматтарды тыңдап отыр ғой, Францияға кетіп қала береді деп айтпасын, Шоқан Уәлихановтың сот жазбалары деген керемет еңбегі бар. Мен жалпы Шоқан, Абайларды балаларға қазір қазақтың брендтар деп түсіндіріп жүрмін. Қазақтың бренді мұнай емес, қазақтың бренді Абу-Даби емес, бәйтерек емес. Шоқан мен Абай деймін де, 35 жаста өтіп кетті, бүкіл әлем біледі. Сол Шоқан айтады, енді ол сол кездегі билікке қызмет істеді ғой. Сонда айтады, сіздер дейді, енді жалындым жатыр, өтініш қой, өтініш жасап жатыр. Егер де сіздер уставтарды шығарып жатсыздар, ережелерді шығарып жатсыздар, сол ережелерге дейді, бізді айтып тұр.
мына халықтың жанына, қанына, тәрбиесіне кішкентай кезінен біліп өскен нормаларды кіргізбесеңіздер дейді, ол заң орындалмайды дейді. Ол халық орындамайды оны дейді. Солай болды да ғой нәтижесінде. Міне, сондықтан да заң шығару техникасы бұл үлкен бір ғылым. Бұл бір енді соңғы актуальный түйіні жаңа ғана құрылтайда мемлекет басшысы бір палаталы парламентті құрудың басты мақсаты, мен осы деп ойлаймын. Сапалы, тұрақты, түсінікті заң шығаратын кәсіби парламент керек. Біздің мемлекет басшысының сол кешегі қыркүйектен бастап айтып жатқан идеясының ең түйіні осында. Кәсіби парламент керек. Яғни заң шығару техникасын меңгерген адамдар болу керек. Енді бұл жерде бөліп айтсақ рең шығып қалар, енді жол бір мендейде заңгерлер ғана болу керек деп бір кісі айтып қалып еді, сол жерде шамалы бір талас болды. Заңгер болмасаңыз, сіз заң техникасын терең меңгеріп алыңыз. Өйткені сіз парламентке келдіңіз, жауапкершілікті мойнына алдыңыз, мандатты алдыңыз, значокты алдыңыз, заң техникасын меңгеріңіз. Сосын халыққа қызмет ететін сапалы заңдар шығару керек. Мен бір палаталы парламенттің құрудың мақсаты осы ма деп ойлаймын, өзім осылай үміт күтіп жүрмін. Жақсы, енді осыдан көректе енді жаңа сапалы заң деп отырсыз ғой. Бұл біздің менталитетімізбен, ұлттық құндылығымызбен, ұлттық кодымызбен байланысты болу керек. Енді менде мынандай сұрақ, мемлекеттік тілдегі заң. Біздің енді еліміздегі жалпы 75-тен 80% азаматтарымыз енді жалпы қазақ ұлты ғой. Ауылдық жерлер бар, аудандық жерлер бар. Қарапайым азаматтарымыз, мүмкін заңгерлер түсінетін шығар, кейбір азаматтарымыз осы біздің жазылған заңдарды түсіне бермейді. Осы бір палаталы парламенттің жаңа президент қойып отырған негізгі мақсаты осы шығар. Енді бұл жерде заң жалпы қазіргі заңдар бірінші орыс тілінде жазылады ғой, содан кейін қазақ тіліне аударылады. Ал енді ары қарай қалай болмақ? Қазақ тілінде жазылып, сосын орыс тіліне аударылса, тағы да екі жақта бір мән мағынасын жойылып кету қаупі жоқ па? Біз енді көп ұлтты мемлекетпіз ғой, көп дінді, көп конфессионалды мемлекетпіз. Олардың да құқын сақтауымыз керек, қорғауымыз керек. Бұл уақытта қандай бір қағидалар бар? Бұл жерде мен академик Сағыз Имановичтің ойымен жауап берейін. Өйткені кез келген пікір салмақты болу керек қой. Сағыз Иманович 2010 жылы 90 жасында осы үлкен бір Астанада халықаралық конференцияға келген. Сол кезде баяндама жасаған. Тура осы идеяны айтты. Парламенттің депутаттары отыр, енді көп заңгерлер ол кісінің шәкірттері ғой. Сондықтан ол былай парламенттің депутаттарына былай шәкірт ретінде қарап айтты да, сосын айтты, сіздер деді, енді мен шамалы мәдени етіп тұрмын, негізі сендер деп айтқан. Сіздер деді заң шығарушы палатаның қабырғасында отырып жай уақыт өткізіп отырсыздар деді, мемлекет тілге қатысты. Неге деп сұрақ қойсаңыздар, негізі парламенттің депутаты халықтың өкілі бола тұрып, сіздер мемлекеттік тілді мемлекеттің қажеттігіне айналдырмасаңыздар, бұл мемлекеттік тілдің мәртебесі көтерілмейді дейді. Сондықтан да мемлекеттік тілдің мәртебесін арасында да болашақта болатын кәсіби парламент дегеннен, ертең алла қалап референдум өтіп, жақсы пікір алынып, парламенттің сайлауы өтіп, жақсы жасақпен құрамдалып парламент деген мемлекеттік тілде заңды әзірлеп бастаса, құба-құп, бұл жақсы идея, солай болу керекті. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы мемлекеттік тілдің мәртебесін мемлекеттік органдарда істеп өткен лауазым тұлғалар бастап көтеру керек біріншіден. Екіншіден, мемлекеттік тіл мемлекеттің қажеттілігіне айналған кезде бүкіл сұрақтардың бәрі күн тәртібінен түсіп қалады. Оған бола орталықтар да құрып келе жоқ, лингвистикалық орталықтар да болады беделі шірек қалмасын. Сыздыққа лингвистика орталықтың төрағасы ғой. Ол кісінің де қызмет жарамай қалады, өйткені ол мемлекеттің қажеттілігі мемлекеттік тілде әзірленеді, сосын ол өзі қолданысқа ене береді. Мен өзім ойым осылай. Жақсы, рахмет. Жалпы президентіміз өз жолдауында Қазақстанды 3 жылдың ішінде цифрлық елге айналдыру қажет деді. Және сондай міндет қойды.
2026 жыл цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияланды. Біздің осы мынау құқық саласында да цифрландыру қазір жиі айтылып жатыр. Болашақта сот шешімін жасанды интеллект қабылдауы мүмкін деген жалпы болжам бар. Егер ертең сот шешімін робот немесе жаңағы жасанды интеллект қабылдайтын болса, бұл әділділік бола ма деген сұрақ туындайды. Немесе бұл жерде адамның сезімі, парасы араласпаған мұндай құрғақ заң жалпы бізге керек пе? Қалай да ойлайсыздар? Айгерім Ысмайылова. Енді бізде қазір өзіңіз айтып жатсыз ғой, ел президенті өзінің жолдауларында да айтып жатыр. Біз қазір цифрландыру заманына қадам басып отырмыз. Осы 3 жылдың ішінде бізге белгілі бір міндеттер қойып жатыр жасанды интеллектті. Біз барлық өзіміздің қызметімізде, жұмысымызда дұрыс оң жақты пайдалана білуіміз керек деп. Бірақ енді соған қатысты бізде цифрлық кодекс қабылданып жатыр, мынау жаңа министрліктер ашылып жатыр осы цифрландыруға байланысты. Бұл енді әрине жақсы оң жақты қадамдар деп ойлаймын біздің қоғамымызда болып жатқан. Біз не себептен цифрландыруға көшіп жатырмыз? Осы цифрландыруға көшу арқылы біз өзіміздің экономикамызды жақсартуға тырысып жатырмыз біздің мемлекетіміздің, сондықтан да біз енді басқа елдерден, мынау дамыған елдерден қалмай міндетті түрде осы цифрландыруды дұрыс оң жақты жоғары бағада меңгеріп, оның құндылықтарын дұрыс пайдалана біліп, жаңа бүкіл мүмкіншіліктерін дұрыс пайдаланып, өз қызметімізде дұрыс қолдану керекпіз. Енді болашақта жасанды интеллект мынау соттың шешімдерін қабылдауы мүмкін, көптеген мамандықтар бізге керек болмай қалуы мүмкін, болашақта осы жасанды интеллект дамып кетсе деген сияқты елде қорқыныш бар ол жағынан, ол шындық. Бірақ та енді расында да жасанды интеллект ол эмоцияға берілмейді, жасанды интеллект пара алмайды, жасанды интеллект қандай да бір заң нормаларының бірізділігін дұрыс сақтайды деп айта аламыз. Кейбір сарапшылар тіпті айтып жатады, егер де жасанды интеллект жаңағы қандай да бір сот шешімдерін, үкімдерін қабылдайтын болса, онда ол қандай да бір объективті шындыққа қол жеткізгендей боламыз деп. Бірақ енді бұл сот шешімдері мен үкімдері қабылданып жатқан, бұл адам өмірінде болып жатқан барлық оқиғаларды жан-жақты мәнін түсініп қарап, сот билігі дегеніміз ол кім, мысалы сот билігі дегеніміз ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге ең бірінші үлес қосатын, біздің конституциямызға және заңдарымызға ғана бағынатын сот жүйесі, тәуелсіз, әділетті түрде соны жүзеге асыруы тиіс. Сондықтан да бұл жерде енді заңдар дегенде заң белгілі бір баптар мен ережелердің жиынтығы ғана емес қой. Сондықтан да әрбір сот шешімінде, яғни сотта қаралатын істер, бұлар міндетті түрде адамның тағдырын, жағдайдың мән-жайын жан-жақты зерттеп, жан-жақты қарап, одан кейін барып жаңа өзіміз айтып жатқан әділеттілік пен моральдық принциптерді ұстана отырып, сондай өлшемдерді ескеруді талап етеді. Сондықтан да енді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрине жасанды интеллектті біз қоғамда пайдалануымыз мүмкін, сот билігі де осы өз жұмысында пайдалануы мүмкін, бірақ менің ойымша бұл сот билігіне қандай да бір көмекші құрал ретінде ғана көмектесуі мүмкін. Мысалы, енді соттарда да өздерінің жаңағы жұмыс ерекшелігіне байланысты әртүрлі жағдайлар болып жатады ғой, олар да үлгермей жатады. Мүмкін осы жасанды интеллект оларға бір қандай да бір аналитикалық талдау жасап көмектесу мүмкін, қандай да бір анықтамалар бойынша талдауларды жасау мүмкін. Яғни менің ойымша бұл сот шешімін қабылдауға негіз болатын, болуы мүмкін бір көмекші құрал ғана бола алады, бірақ та міндетті түрде сот шешімі мен үкімдерін қабылдауда сот өзінің ішкі сана сезіміне, ішкі түйсігіне, оның жаңағы адамның өмірінде болып жатқан мән-жайларды, істің мән-жайын толық қарау, ол тек
ғана адамға тиесілі, яғни адам ішкі жан дүниесімен беріле отырып, соны өз бойынан өткізе отырып, сол оқиғаны әділетті шешім қабылдау керек деп ойлаймын. толық жерде беріп қоюға болмайды деген сөз. Болмайды деп ойлаймын, иә. Ол тек көмекші құрал болуы мүмкін шығар, мүмкін. Енді өзімнің әріптесіммен жалғастыра келе, жалпы әрине бізде арнайы кодекс қабылданып жатыр, арнайы заң қабылданып жатыр, министрлігіміз бар. Мен ойлаймын, бүгінгі таңда жалпы мемлекеттік органдардың, сот, құқық қорғау органдарының жүйесінде бұл жасанды интеллект пен адамның симбиозы қолдану керек. Яғни жасанды интеллект, әріптесім айтқандай, құрал, көмектесетін құрал, ал шешім не болғанмен де ол адаммен қабылдану керек. Өйткені ол жерде адамның, не дегенмен де адамның ой пікірі мен санасын жасанды интеллект ешқашан алмастыра алмайды. Адамның тағдыры ғой. Ол жерде адамның тағдыры, бағана айтып кетті ғой Әйгерім. Бұл жерде моральдық жағынан адамның бұл қылмысты жасағанына не итермеледі, қандай себептер болды, оның барлығына ол адамнан басқа ешкім баға бере алмайды. Ал әрине жасанды интеллект ол бізге жиынтық ретінде, биг дата ретінде бүкіл информацияларды жинап, қандай тәжірибені жинап, аналитика жасап беруге көмектесе алады. Бірақ сонымен де екеуінің қолданған кезде симбиоз ретінде, бірақ шешім қабылдау әрдайым адамның өзінің қолында болу керек. Әрине. Жалпы біз цифрландыруды жоққа шығармаймыз, өйткені ол бізге көмекші құрал ретінде қабылдау қажет, ол міндетті түрде. Бұл біздің қауіпсіздігімізді алдын алу ғой. Мысалы, қазір жол жүру ережесінде үлкен көмек. Қаншама жаңаға жол апаттары болып жатыр. Қазір егер осындай камераларды мысалы қоймаса, жол апаттары көбейе беретін түрі бар. Сонымен бірге жаңа біз айтып отырмыз ғой, адамның санасы өзгермей, басқа жұмыстардың бәрі бейбекер деп отырмыз ғой. Мысалы біз машинада келе жатып, камераға немесе жылдамдықты асырмаймыз, жылдамдықты асырмай, тек камера үшін ғана өтеміз. Бірақ біз сол камера мені қорғап тұрғанын сезбейміз. Менің қауіпсіздігім ғой. Ретінде сезіну керекпіз ғой, негізінде. Басқа азаматтарды қорғап тұр. Басқа азаматтарды жалпы қауіпсіздігімізді сақтап тұратын құрал ретінде біз оны сезіне алмай отырмыз. Біз соны сезінуіміз керек. Ең алдымен. Сонда ғана біздің заң мен тәртіп төңірегіндегі жүргізіліп жатқан жұмыстарымыз белгілі бір нәтиже береді деп ойлаймыз. Енді жалпы жақсы сұхбат құрып отырмыз. Енді мен сөз соңында тағы бір сұрағым бар, сол сұрақты қойып кетейін. Енді құқықтық сауаттылықты көтеру бағытында қазір заң мен тәртіп аясында мемлекеттік қызметкерлер болсын, құқық қорғау орган қызметкерлері болсын, азаматтық қоғам болсын, біраз жұмыстар атқарып жатыр. Осы ғылыми тұрғысынан жалпы бізде тәжірибелер де бар деп айтуға болады. Соның ішінде біз Қазақстан Республикасы бас прокурорының 2025 жылдың қорытынды коллегиясына қатысқан болатын. Сонда бас прокурор Берік Ноғайұлы Асылов қалалық жерлерге бара бермей, ауыл аймақтарға, аудандарға қылмыс өршіп тұрған, қылмыстық құқық бұзушылық көп мектептерге, оқу орындарына барып жұмыс жүргізу керектігін баса айтты. Енді бұл бағытта да жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Әрине осындай жұмыстар бізге керек. Осы бағытта құқық қорғау органдары академиясында бірқатар жұмыстар атқарып келе жатыр ғой. Осы бағытта жалпы академияның осы жұмысты жүргізуде үлесі қандай болмақ? Енді академияның бұл жұмысты жүргізу үлесі өте көп деп айтуға болады. Өйткені ең бірінші ол біз енді академиямыз 3 негізгі қызметті жүзеге асырады. Яғни болашақ құқық қорғау органдарының қызметкерлерін қабылдап, оларды тәрбиелеп, осы құқық қорғау органдарының қызметкері қандай болу керек деген сананы белгілейтін бір жүйе. Одан кейін ғылыми іздестіру жұмыстарын жүргізу, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу,
бұл жерде бүгінгі таңдағы осы құқық қорғау органдарында, мемлекеттік органдарда қандай өзекті мәселелер бар, сол өзекті мәселелерді қалай дұрыс шешеміз, құқықтық органдарға осы қылмыспен күресудегі жаңа инструменттер беру, бағана осының алдында айтқандай жасанды интеллектті қалай қолдану керек, осы қызметкерлердің жұмысын қалай жетілдіру керек, оңтайландыру керек, сондай қызмет атқарады. Және осы симбиоз ретінде тағы да айтқым келеді, біздің енді жоғарғы білім беру институты, яғни бүгінгі таңдағы қалыптасқан уже құқық қорғау органдарының қызметкері болып 5-6 жыл белгілі қызметтік өтілімі бар, осы біздің академияға оқуға түсіп, осы ғылыми тұрғыдан зерттеулер жүргізіп, осы өзінің тәжірибесіне сүйене отырып көптеген өзгерістер енгізу. Енді академияның жалпы осы заң мен тәртіпті белгілеудегі негізгі қағидасы, негізгі қызметі деп айтуға болады. Енді біз қазіргі атқарып жатқан жұмысымыз, яғни ол жас буындарға байланысты заң мен тәртіп деген жаңа пәнді енгізу, құқық қорғау органдары академиясы бола отырып, осы заң саласы маманы ретінде өзіміздің көзқарасымызды білдіру. Екінші бастама, ол осы бас прокурордың бастамасы, жалпы құқық қорғау органдарының қызметкерлері, бағана сіз өзіңіз айтып кеткендей, ауылды жерлерге барып, мектептерге барып, құқықтық сананы өзгерту, яғни азаматтың, жас буынның, жалпы азаматтардың санасын өзгерту ретінде сол жерге барып, белгілі бір дәрістер оқып, бірге іс-шаралар жүргізу. Және жалпы былайша айтуға болады, заң мен тәртіптің негізгі философиялық қағидасы ол білім арқылы, яғни бағана біздің тақсылап жатқанымыз, ол заңдардың қалай болу, қалай қабылдану керек, ол үшін адамзаттың білімі болу керек, маман болу керек, профессионал болу керек. Екінші ол тәрбие, ол үй ішіндегі тәрбие, қасындағы мектептегі тәрбие, жоғары оқу орнында оқып жүрген жас буынның тәрбиесі, ол тәрбие әдет ғұрыппен байланысты. Үйдегі бағана ағамыз айтып кеткенде 3 негізгі біздің тәрбие мен санамызға белгіленген негізгі 3 қағидат. Үшіншісі ол сана, яғни осы тәрбие арқылы, білім арқылы осы бүгінгі біздің Қазақстан халқының заң мен тәртіпке дегендегі санасын өзгерту. Яғни бұл жерде заңды сақтамасаң, сен жауапкершілікке тартыласың. Яғни заңға қорқыту емес, заңмен қорқыту емес, ең бастысы сол заңды сыйлауға байланысты. Сол заңды біле тұра, бағана сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, біле тұра, мен камерадан өтіп кеткеннен кейін ары қарай 90 мен 120 мен жүре беремін емес, яғни өзінің сана сезімі арқылы осы заңдарды бұзбауға. Яғни шетел мемлекеттерінде, шынымен Скандинавия, Европа елдерінде оларда ешқашан заңды аттап өтіп кету немесе заңның басқаша қабылдау деген, айналып өту деген сана мүлдем жоқ. Ол тек қана осы бізде ғана не қылған, бүгін бір заң қабылдасақ, оны қайтадан айналып өтуге байланысты. Оны айналып өткеннен кейін әрине құқық қорғау органдары, мемлекеттік органдар ол заңды қайтадан қарап, қайтадан өзгерістер енгізеді. Мәжбүр болады қатайтуға. Көбінесе әрине бізде бүгінгі таңда заңды күшін, санкцияларды күшейтумен ғана келіп жатырмыз. Бірақ онымен біз жалпы осы заң мен тәртіптің негізгі философиялық құндылығы ол қорқыту арқылы емес, адамдардың, азаматтарымыздың, жас буынның, жалпы Қазақстан халқының санасын өзгертіп, осы бүгінгі таңдағы заң мен тәртіпті сақтау қағидасы деп ойлаймын. Әрине бұл жерде академияның қосатын үлесі өте көп. Бүгінгі бағдарлама осы академиямыздың қосып жатқан үлкен үлесі деп айтуға болады. Рахмет. Жамаладин Ибрагимович, енді біз жаңа Сәуле Мамырбек қыз айтып кетті ғой. Бізде осы құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша заң мен тәртіп аясында көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Біз мысалы Астана қаласы бойынша ана үйі деген бар. Сол ана үйін қамқорлық қалдық. Біздің магистранттарымыз, докторанттарымыз сол қиыншылықта қалған әйелдерге құқықтық жағынан көмек береді. Балалар үйі бар, Киндердорф деген. Сол бала жеткіншектер, жасөспірімдер 17 мен 20 жас аралығындағы. Сол балаларды қамқорлыққа алып, біздің магистрант докторанттарымыз құқықтық көмек беріп жатырмыз. Материалдық көмек те береміз, ол жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ауылдық мектептерге шығып жатырмыз.
түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді өзіңіз ұлттық университетте заң факультетінде қызмет атқарасыз. Сіздердің мен ойлаймын енді 4-ші курстың студенттері, магистрант, докторанттарыңыз бар. Осы бағытта жұмыстар, түсіндіру жұмыстарын, құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр ма, атсалысып жатыр ма деген сұрақ туындайды. Өйткені бұл сұрақ бекітілген тұжырымдамада бар. Студенттер құқықтық қоғамға араласып, яғни құқықтық сауаттылық төңірегінде жұмыстар атқару керек деген тапсырма бар. Бұл бағытта жұмыстар бар ма сіздерде? Арасында да осы құқық қорғау академиясының ғалымдарының, оқытушыларының сіздердің еңбектеріңізге бас ием. Арасында да нәтижелі еңбек. Өзім көріп отырам, қарапайым азамат ретінде. Ол үшін доктор, профессор ол міндетті емес. Өзі Қазақстан елінің азамат ретінде, қарапайым азамат ретінде мен қарап отырмын, қызығып отырам. Сіздердің әр берекелі істеріңіз, әрбір атқарған істеріңіз, мына бастама деген керемет нәрселер. Бүгінгі заманның трендтары, сондықтан өте керемет істеріңізге мен береке тілеймін, қолдаймын. Камераң алдында подтверждать етейін, еңбектеріңіздің нәтижелі екенін. Гумилев атындағы Еуразия заң факультетінде 2001-2005 жылдары Марат Алдоңғаров Сәрсенбаев декан болды. Мен орынбасары болдым. Жаңағы бүкіл айтылған идеяның бәрін қорытындылап айтып кетейін. Жасанды интеллектке байланысты. Мен оның кісінің орынбасарымын. Сосын Марат Алдоңғаров тапсырма берген кезде мен сұрайтын, қашан орындау керек? Сонда айтатын ол маған. Вчера надо было, вчера деп. Сол сияқты жасанды интеллект расында да біз былайша айтқанда біз қалып келе жатырмыз жасанды интеллекттен. Әріптестер жақсы айтты. Расында да осы ұстану керек. Өйткені бізде қазір енді көп қой, инертті жастар көп бізде. Шетелден білім алып келген жігіттер көп. Олар жарысып жатыр, жасанды интеллектпен жүгіріп бірге жүріп жатыр. Негізі ол тек қана құрал, дұрыс айтасыз. Ол ешқашан адамның тағдырын шеше алмайды. Мен әлемнің аты белгілі адвокаттарында тыңдап жүрмін. Ешқашанда олар айтады, ешқашанда олар заменить ете алмайды деп точкасын қойды. Өткен жылы Мәскеу мемлекеттік университеті үлкен халықаралық конференция өткізген, құқық және цифр деп. Осындай тұжырымға келді. Енді ғылым деген ары қарай жылжып тұрады ғой, бұл біріншіден. Екіншіден, жаңа құқықтық сауаттылықты дамыту жөнінде біздің университет тарапынан да жұмыстар өте көп. Мен өзім жалпы ғалым ретінде, оқытушы ретінде жастармен көп жұмыс істеймін. Мен енді 3 жыл декан болдым. Сосын кеше Еуропадан келген кезде мен кафедраның профессорына өзім былайша айтқанда саналы түрде келдім енді. Сондықтан да осы орайда біз студенттермен бірігіп қазір өзіміздің деңгейімізде жоба істеп жатырмыз. Мысалы, осы қаладағы 97-ші мектеп бар. Сол мектепте әділет деген үлкен біз жоба құрдық. Әділет мектебі. Ол жаңа жастарды құқықтық сауаттылыққа үйрету, сосын жастардың өздерінің қолдарымен осындай подкасттар жасау, бір қарапайым фильмдер түсіру, осына кибербуллингке байланысты, буллинг, сталкингке байланысты өздерінің жастарымен байланысты осы жоба. Екіншісі мынау 70-ші мектеп гимназиясы бар, тура осы жерде жақын жерде. Бұл жерде жас прокурорлар мектебі деген үлкен мектеп бар. Ертең бір керемет іс-шара өткізбекші. Бұл бағытта да жас балаларды болашақта осы заңды құрметтеймін, құқықты құрметтеймін. Келген инициативаға қолдау көрсетіп отырамын. Осы біздің кафедрамен меморандум жасап, қазір осы шараларды істеп жатырмыз. Үшіншіден, енді біздің кафедрада қазір үлкен бір цифрлық активтерге байланысты үлкен бір ғылыми жоба бар. Осы жобаға бізде магистранттарымыз, докторанттарымыз қатысады. Осы жобаның бір бағыттарының бірі де осы құқықтық мәдениет пен сананы игеру, жетілдіру бағытында жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да біз өзіміздің шәкірттерімізбен бірігіп отырып, үлкен құқықтық басқару деген бір қоғамдық бірлестік бар, олармен де бірігіп көп шаралар жұмыс істейміз. Сосын жаңағы айтып отқан, мен бас прокурордың идеясын өте қолдаймын, өйткені негізі ерінбей әрбір адамға жетіп түсіндірсек, біз нәтижені көп алатын едік. Оның бірден бір ғана аргументі, өткен жолы конституциялық реформалар жүргізілді референдумның алдында, біз жай ғана ақпаратпен, осылай камералармен түсіндіргенде жасыратын жоқ, көп азаматтар қарсы болды. Бармаймыз деді, өткізе беріңіздер референдум деп сосын. Ал енді одан кейін екінші тәсіл әрбір азаматтарға ғалымдардың барын біріктіріп, жаңағы айтқандай әрбір ауылға, ауданға барып түсіндіре бастап еді, азаматтар түсініп басқаша көзқараспен қарады. Сондықтан да біз осы бағытта ерінбеуіміз керек. Әрбір қарапайым азаматқа барып,
қазақ айтады, жетесіне жеткізіп айту керек дейді. Жетесіне жеткізіп айту деген жанына барып, қолынан ұстап тұрып айту керек. Заңның не екенін, құқықтың не екенін құрметтеу керек екен. Сонда ғана біздің азаматтар түсінеді. Жасыратын жоқ қой, жасанды интеллектті бәріміз қолдаймыз, үйренуге тырысамыз, бірақ енді қашықтағы ауылдарға ол лалакно барғанша көп уақыт кетеді ғой. Сондықтан да ол жасанды интеллекттен гөрі біз жылдам болып тұрмыз ғой. Осы подкастымызбен барып алайық біріншіден, жетіп сосын өзіміз қол тиген кезде іс-сапармен барып түсіндірейік. Меніңше халыққа жақын болған сайын мемлекеттік органға, құқықтық органға деген сана, сенім үлкейеді. Бірақ методы бар бұның, ашықтық. Подкастта керемет қой сіздердің бастап отқан бастамаларыңыз. Иә, осы академияның ашылып, әлемге өзін танытып, бүкіл нәтижелерін көрсеткен идея, бұл керемет нәрсе, бұл ашықтықты көрсетеді. Бұл бүгінгі таңдағы саяси менеджменттің бірден бір критерийі осы ашықтық. Осыны біз кейбір жерлерде қолдана алмаймыз да, сосын көп нәрседен таяқ жеп қаламыз. Сондықтан да мен істеріңізге береке тілеймін. Осындай біздің кездесулеріміз көп болсын. Мен қандай істеріңіз болса да дайынмын. Өзімнің қолым бос болса, үлесімді қосуға дайынмын, қатысуға дайынмын, үйренуге дайынмын. Сондықтан да құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша жалпы жоғары оқу орындары шама шарқы келгенше өзінің үлесін қосып жатыр, әлі де жетілдіреді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді біздің бағдарламамыз аяқталуға жақын. Әділетті Қазақстан құрамыз десек, саяси экономикалық реформа жасау жеткіліксіз. Ең бастысы қоғамдық сана, азаматтардың ниеті өзгеру керек деген президенттің сөзін қайталағым келіп отыр. Сондықтан да біз жаңғырудың жаңа кезеңіне аяқ басуымыз керек. Расында да өздеріңіз айтып отырғандай, қоғамдық сана өзгермей, сіз бен біз өзгермей, белгілі бір нәтижеге жету әрине қиын. Енді біздің жалпы жасыратыны жоқ, саяси құқықтық мәдениетіміз әлі де болса да төмен. Жұмыстар жасауымыз керек. Мемлекеттік қызметшілер болып, құқық қорғау қызметшілері болып, әлде қыруар жұмыстар біздің алдымызда тұр. Оның бәрін жасаймыз деп ойлаймын. Десек те, Қытай философы Конфуцийдің мынадай айтқан сөзі бар. Билікте әділ билеуші тұрғанның өзінде адамдардың бірнеше ұрпақ алмаспай, олардың санасы, мәдениеті өзгермейді деген екен. Мүмкін біз әлі де өзгеруге үлгере алмай жатқан шығармыз. Алда өзгеруіміз, жақсы жағынан өзгеруіміз әбден мүмкін, лайым солай болады деп мен ойлаймын. Енді біз сіздермен заң және тәртіп аясында қауіп қатерлердің алдын алу, құқықтық сауаттылықты көтеру мақсатында біраз сүбелі ой қозғадық, әңгіме айттық. Біз жай ғана әңгіме емес, біздің әңгімеміз, сұхбатымыз философиялық ойға толы, дәстүрді де, әдет ғұрыпты, ұлттық құндылықтарымызбен де байланыстырып әңгіме қозғадық. Енді біздің бұл күнделікті өмірімізде қолданылатын бұл сіздер беріп отырған әңгімелеріміз, сұхбаттарымыз тыңдаушыларға практикалық құрал болады дегеніне кәміл сенемін. Осы студияға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Алдыда сүбелі, маңызды, қызықты тақырыптарды біз жалғастыратын боламыз. Біздің каналымызға жазылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қош сау болыңыздар.